Apakah masuk dalam satu mana saya tidak serta nak boleh mana apa mana saya lo waktu jinsau iya ada yang semua utama ada sebenarnya akan usaha bosan usaha di anak terus kepohan terus yang bisa kosong Вот и был наш космос. Ваш предположен принтер. Ладно, мы нанесли нашу жаркую жаркую природную. Untuk kena айтылатын осындай күшті қызыл жібер. Қандай бар? Солай қабылдаймыз. Меніңше бізде ағай келеміз. Біздің қасында. Маман бар. Сенің мына әуелде жақсы көретін осы тілектердің өміріңізде болсын, осындай жақсы сәттер болсын, айтылған тілектердің бәрі орындалсын. Қандай тілек айтылды сіздерде құлақтарыңызға? Солардың барлығы періште аументесінің шын ниеті осындай жақсы энергияда айтылған тілектер. Сіздер де осыны құлақтарыңызға, жақтарыңызға сақтап қойыңыздар. Яғни көбейіңіздер, кәсіптеріңіздерді дамытыңыздар, армандаған оқуларыңызға түспеңіздер. Бәрі де мүмкін. Соны тек сіздер де осы айтылғандардың бәріне өздеріңіздің ойларыңызға четко қойып да алға қадам бастай беріңіздер. Кстати, мен дейміз, өз сөйлей олады ма? Пікірлеріңізді айтып кетіңіздер. Ана, фотоға салайық. Жаңа естіген сөздерді деймін, жалпы өмірде адам просто так кездескенде случайность деген бар, жалпы адамның өзінің ішкі жан дүниесіне керек нәрсені естиді, көреді, кездеседі деген сияқты. Әрбір каждый адамға мысалы бір сөз ол қайталанып айтылған жоқ та, әркімнің энергетикасына, өзінің как бы восприятиесіне қарай где-то недостающий моменттердің бір есіне салу есебінде деп қабылдаймын да, мысалы өзімнің мысалы ол былай ойымда бар да, но оны мен пока осилить ете алмаймын деген сияқты нәрселерді как бы әкеліп напоминание ретінде, что ты можешь деген сияқты бір сондай есеппен қабылдадым әрбір естіген тілекті, и соны ұмытпа, как бы соны ала қой деген сияқты бір движениеге жасауыма бір түрткі болды деп ойлаймын. Кімде пікір айтатындар бар ма? Бүгінгі сабақ, я сейчас понимаю, что наряду с дочкой, я тоже какие-то свои барьеры не сломала. Тоже, мысалы, неуверенность, вот картинада точно отражается, этой неуверенности, у меня есть, мысалы, қалай емес, төрт баланың анасы болсам да, неуверенность бар, страх, как обычно. Поэтому бүгін наряду с дочкой, я считаю, өзіме де жақсы көп нелер алдым. Инсайттар. Енді қызыммен бірге буду развиваться, всегда задание выполнять, и қызыммен бірге я считаю, что и я буду вперед двигаться. Рахмет сіздерге. Мысалы, жасымыз осыдан келіп өзімізді елден дамытып жатырмыз. Біліп жатыр, даму керек екен. Сол себепті балтырда осылай ойланып жатырмыз. Жаңағыдай жақсы тілектер айтып отырмын. Ойымда жүргенді, сабыр тілегенде вообще күлкіңде еріксіз қуаныш пайда болады. Әуелде қуанышпен қабылдайды екенсің. Сол жағы өте қатты ұнап қалды. Я көңілімізден шықты, қыздарымыздың да көбейсе кішкене нелері ашылып, сешкеге телефон қарап отырғаннан бірталай айтып кетеді, даже ой адам бір-біріне сөйлесіп. Қазір адамдарға ақпарат бізде өте көп, адамдарға мына не үшін манағы ойынға балалар деген сондай көп болып кетті. Толық болып жатырмыз, бірақ өзінде бір проблемалар бар. Манағы адаммен бір-біріне қанғасын жетпейді. Мектеп оқушылары да қатыгез, андай бір-бірімен сөйлеспейді, сахна барысында да керек жұмыс барысы, бәрі ойы сұржонды жүреді адамдарда. Проблемалары оны балаға уақыт бөліп сөйлесіп назар беретін мақсатты көңіл Время осветы қаладан мысалы шыдан осы ханның кездесіп айтты ғой мына сіз көріңіздер ма адам қатайып кетеді ол кезде бар ғой анандай тіршілікпен мына жерге не қадar бір жұмсақтық пайда болды деп чатта жазып аласыз сіздерге какие-то шоу болды деген сияқты айналаны деген сол
негізі бізде қазекеңде жүрген ғой қайдан деген сияқты не біледі ол деген сияқты мен сол уже нағатханның өте үлкен мүдір екенін өте мүмкін нағатханмен түсіндірген мен миыма зірк болды нағатхан мен психология вообще солай сосын деген мен деген не нәрсені түсіндім оказывается мысалға әрбір адамға айта алмайды манағы мысалы қалай айтсам бір нәрсені айтқан кезде екінші нәрсені біліп тұрса да екінші нәрсе ол адам саған басқаша жеткізеді деп бір адаммен сол қамау керек нағатханның мен мысалы өзім ойымдай енді мудрая вселенная дейді адамдар деген ақымақ емес нағатханның атағы қосаға шықты ол деген ана просто деген не просто ол өзін түсініп кетпеген адам ешқашан болмайды ол халыққа жақсылық жасады действительно көптеген әйелге жақсылық жасады көптеген балаларға жақсылық жасап сол себепті ол нағатханның отыр да сосын кеше жазып жатыр молодец осылай сізде не істеу керексіз мен сізге айтып отырмын баламмен бір күн апарамын бір күн врач сөйлесе екінші күн психологқа сөйлесе ары қарай уже баланың ісі жоқ ол несі бар ғой деген сияқты сол сияқты біздің халыққа керек ол кісінің айтары бар, үйреттері бар. Сосын мана айтып отыр осылай біздің еліміз осындай өсті бүйтті барлығы рас, өзгейтін рас. Ол кісілер шынымен өйтті осылай. Сол бәрі көрді, шықпа болды. Барлығыңызға әсіресе жастарымыз үшін алаңдан кеттік. Осыларға бірдеңе істесінші, осылар қосышы деп алаңда. Сол періште мана кейіптеріңіз бәрін әумендіп, мен шетелде көп адамға келемін. Себебі сіздер қыздар екен, қызыма мен ол кездерде өте айтамын, әлемде келмейді қаражат жағынан айта үйреткен қызыма сені шетелге түсірем. Бұл шетелге оқуға түсті. Екі ақпалы жетпей қалып кеше неде бар онда. Білмеймін, қызым самозвай емес, екі баланы алақтаған мен. Келістімде тұрда сөйтпейді, келістіріп маған шетелге қолды түсіріп. Сол балаға жақсы сөз сөйлеу рахмет, сізге де уақыт бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Және қыздар сөйлейтін болса сөйледі, әсіресе мен ата-аналармен көп жағдайда баламен келген балалар аша алмай қалады да, мамасынан ұялады, айтып ұялады. Бүгін қыздардың бетіне бір кіріп келгені, сөйлеп, өзінің ойын жеткізгеннің өзі плюс уже. Бір плюс болады да, бойларында жақсы сезім, өзгенің бір сенімдер қалыптасады, иә? Солай. Енді бұл осымен тоқтап қалмаймыз. Алда қалай, бұдан да қызықты тренингтер өтеді. Біз әбден шыңдалып піскен адамбыз, бірақ тоқтамаймыз, өзімізді дамыта береміз, мен сіздерді дамыта береміз. Өз нәтижені көрсетуіміз керек. Міне, біздің ойымызша сценарийде. Бүгін келгендеріңізге көп рахмет, уақытын келгендеріңізге келіп жатыр. Ал енді сіздерді көріп, біз енді қазақтар айналамызда осылай тек кішкене өткеннен кейін ана инстаграмға жаңағы видео салғандар вау деп ойланады да, пока оған кейін осы өткізіп дейсің деген сияқты бір ой балаға инвестиция құю керек. Ол мысалы балаға да инвестицияны құю керек аямай, и өзіңді дамытуға да құю керек. Осы жобаны ашқанға дейін миллионнан аса ақша кетті. Мысалы осы жобаны ашам, бірінші өзің оқымай тұрып, өзің дамымай тұрсың, ештеңе аша алмайсың қазіргі заманда. Бірінші өзіңді дәлелдейсің, өзіңді сатасың. И содан кейін барып адамдарға уже адам жинайсың да, адам саған сеніп келеді. Біздерге сеніп келгендеріңізге, сенімдеріңізге мың алғыс айтамыз. Бүгін көрген өте қуаныштымын. Тренинг жақсы өтті деп ойлаймын. Өзің көтермейді, өзіңді көтер, сені ешкім көтермелемейді. Қазіргі адамдар тек сені білмейді, сіздерді ойлайды. Сені озып бара жатса, аяқтан шалу бар, басқа бар, сондықтан ешкімге сынбаңыз. Тек қана алға, өзіңді көтеріп ұста жоғары. Төменге түсуге жол бермейміз. Мен мақтанамын, қалай жүру керек, қалай самооценка көтеру керек, қалай мына нені қалай күнделікті көпшілік алдында сөйлеу, өзіңді ұстау, өзіңді жүру, походкаңды екен өзгерді барлығын сабақтарды үйретеміз. Келесі жақсылық фотоға әдемі.